Бәріне сәлем достар, қалдарың қалай? Сіздермен бірге Акулика ТВ. Бүгін сіздермен бірге күшті бір қызықты Ақанның сүйікті ойынын ойнайтын боламын. Ол ойынның аты Little Nightmares деп аталады. Ол ойынды егер де сендер білсеңдер, комментарияға жазып, міндетті түрде бұл видеоға лайк басуға ұмытпаңыздар. Олай болса, кеттік. Бісміллә, достар, кеттік. Достар, мен естіген бойынша бұл ойын қорқынышты дейді, бірақ қазір көретін боламыз. Так, плейді басайын. Қыз оянды. Бұл мен естуім бойынша бұл қыздың аты Шестая деп аталады. Бұл ұл емес қыз, достар, бұл қыз. Қазір мен ояндым, жүріп бара жатырмын. Қап-қараңғы екен, светін жағып алайын. Қайда бара жатырмын, өзім түсінбеймін. Кәдімгідей қорқынышты, мен түсім сияқты. Түсімде осындай түстер көремін де, достар. Охо, есігім жабық. Мен құтым өшіп тұр ғой. Так, достар, мен іздеп жатырмын ход. Опа, секірейік. Жоқ. Не істеуге болады? Бұл жерде сендер не істейтін едіңдер? Кім ойнау біледі? Кімдер жазып кетіңдер? Бірінші раунд ойнап жатырмын. Мен аштым. Наконец-то. Қайда кіріп баратыр екен? Қорқынышты екен, кішкене астыға түсейін. Осылай жүреді екенбіз. Мына жерде мен бұда көтерілем. Кеттім ары қарай. Достар, мен естуім бойынша бұл жерде андай охранник болады екен. Охранник қамап қояды дейді обратно. Андай мясо дел дейма, сондай біреу кісі бар екен, страшный. Ол ет қылдырып жоқ қояды дейма, бір нәрсе сондай. Енді естуім бойынша айтып жатырмын. Мен бұны, достар, бірнеше рет ойнап жатырмын. Баспалдақпен көтерілейік. Так, достар, мен, мына ойынға қарап отырып, ол қазір. Енді сөзім жоқ. Кәдімгідей қап-қараңғы, қорқынышты Ақан қандай ойнап жүргенін енді шоке болып жатырмын, достар. Сендер қалай ойнайсыңдар мына ойынды? Өмірімде ойнамаушы едім, мен андай кішкентай детский ойындар ойнай беретін едім. Мына нете қорқынышты, достар. Қап-қараңғы бөлме. Мына қыздың аты Шестая, кішкентай қыз екен, кәдімгідей қарасам, денесі бүткілі кішкентай, значит, ол какой-то үлкен адамдардың үйінде орналасқан жерде шығар деп ойлап отырмын, достар. Мынау күн іліп тұрған. Қашу керек, достар. Мына есік деген өзінен де үлкен ғой кәдімгідей. Құрсын. Енді мүмкін сендердің ойнап жақсы көргендіктерін, бұл может быть просто сендер осындай страшный ужастикті жақсы көретін шығарсыңдар. Мен тоже ужастик жақсы көрем, кстати, достар. Но мына ойын реалистичный екен, кәдімгідей қап-қара. Мына қараңдар, мен қазір оңдықты өзімше көтеріп келетін силачкам ғой енді. Есікті аша алмай жатырмын, бейшара болып. Кәдімгідей, күшім бар екен енді, рахмет, күші бар екен. Достар. Ақан қарашы ұйықтап жатыр. Ақансыз ойнап отырмын енді. Егер де Ақанмен ойна десеңіздер, Ақан ойна десеңіздер, комментарий жазып кетіңдер. Көремін, ойланып көрем, Ақан ойын ба жоқ енді. Так, секіреміз. Кеттік ары қарай. Мынау бізге светі керек сияқты. Өзінен үлкен ғой құрсын мына свет. Қалай көтересің бұны? Жаным-ай, Шестая. Аты да қыз екен, Шестая. Қызымыздың атын Шестая деп қойсын. Қыздардың аттары бар ма сондай? Қай елдікі сонда бұл ойын? Шестая деп тұр. Айтпақшы, достар, бұл қыз ұйықтап атқан ғой, енді үйінде сөйтіп оянып кетеді да. Бұл историясы қандай? Оянып кетеді да. Содан кейін басқа әлемде оянады дейді. Бұл әлем осындай мрачный. Негізі бұл ойын қорқынышты ужастик деп ойлайды. Бірақ
негізіне келген кезде бұл приключение сияқты. Ну, қызық. Ойында ойнап жатқан кезде маған шынымен қызық болып тұр, өзі қалай бұл қыз бұл жерден шығады екен. Сонымен бірнеше кейіпкерлер бар екен. Ол кейіпкерлер жаңағы охранник, күзетші, ол күзетші қызды ұстап алып, қайтып жаңағы сандық жаққа апарады екен. Сөйтіп, бұл бірінші. Екіншісі, ол мясник деген ол сол жерде бір дәу бастары үлкен кішкене енді түрлері ұсқынсыз мынандай құбыжықтарға ұқсайтын адамдар сияқты енді қолы бар, аяғы бар ғой. Солар ұстап алса ет қылдырады екен дейді. Достар, айтпақшы бұл жерде басынан бастамайды, есіме түсіп жатыр енді ақырындап. Чекпоинттар болады екен, чекпоинт. Мынау кім қасында жүрген? Гүнілдер ма? Түсінбей жатырмын что-то. Бұлар кімдер, достар? Мен бұнан көз көрмейді деген осы екен ғой, бұл жай ғана бір нәрсе ма десем, оказывается бір нәрсе жүр қасында. Мен, достар, шыға алмай жатырмын мына жерде дедім. Сендер қандай раунд ойнадыңдар вообще? Ұнайды ма бұл? Міне көтеріп алдым өзімше, білмеймін қайда апарайын бұны. Достар, енді менің ойымша Ахан бұл ойында қалай ойнап жүр деген ойында әлі ойында тұрды. Бала ойнайтын ойын емес сияқты, бірақ сендер ойнасаңдар жарайды еді. Бұл жерде мен сендер бір күшті бір совет айтқым келіп тұр. Ойын бірақ білмеймін не үйретеді балаға. Сендерге не үйретеді? Бір жерден қашу ма? Мүмкін сол, да? Жоқ. Көрмеймін достар. Мен мына жерден шыға алмадым да, қайтып қолыма светті алып іздеп жүрмін входты әлі. Бір унитаз, туалет жақта жүрмін, немене мынау? Уборная жақта жүрмін, сынып қалған үй ғой. Короче, қап-қара мына іші, свет жоқ. Крышаға мініп алдым ба? Қай жерге мініп алдым? Бұл шкаф па әлде? Бұл не екен? Вообще өмірімізде бүйтіп қашып көргеніміз. Уай, қалай қорқынышты мына жерден секіру. Мен, кстати, биіктіктен қорқамын ғой кәдімгідей. Мен биіктіктен, мен өмірімде бүйтіп биіктікті көрмеппін секіріп. Қорқақпын ғой кәдімгідей. Қараңғыдан енді қорықпаймын, сондықтан маған нормально. Ақан қараңғыдан қорқады. Қатты қорқпайды әрине. Бірақ Ақан қорқпайды. Ұйықтады, светті өшіп ұйықтайды, так что нормально. Но ол биіктіктен қорқады Ақан. Опа, достар, мінекей. Үйреніп алдым. Осылай үйреніп алыңдар. Менімен бірге ойнаңдар келесіде. Так, мен әлі бірінші раундты өтіп атқан жоқ. Шестаяның үстіндегі плащы, андай дождевиктер екен, иә, достар. Ох, мынаны әрең аштық қой. Шестая күшім көп екен сен. Так, қасында тағы бір жүріп жүріп. Ой, құлап қалдым. Білдеймін, достар, құлап қалдым. Шестая байқамайсың ба деп өз-өзін құлап жүріп. Шестая ұрысып қойын. Мінекей, достар, пиявкалар бар. Көрдіңіздер ма? Мына пиявкалардан қашу керек. Қашамыз. Қан соратын жантықтер ғой. Қалай көп, ужас. Қайда қашамын енді? Мынау пиявкалардан қашуым керек. Өліп қалатын жағдайым жоқ, айналайындар. Қайтып шықап алып бастайтын. Қайта! Не білем мынау? Ай, достар, мені пиявкалар. Пиявка мені қайтып сорып, мен чекаппен қайтып деген бастайын деп жатырмын. Мінекей пиявкалардың енді қашуым керек енді. Точно, бұлар енді өздерінше бір медленный сияқты, на самом деле өте быстро. Так что, достар, мына жерде өткен кезде байқаңыздар, пиявкалар кәдімгідей өте көп. По-любому Ахан бұл жерде өтті. О, есікті спокойно аштым. Почему мен жаңа сразу ашпадым? Эй, секіреміз. Очень странно, достар. Мен вообще өте қатты
қараңыздаршы, анау барлық ашық жерлер көп екен. Біреу менімен гном жүгіріп жүр, мен лучший другым ба, ол кім? Түсінбей жатырмын. Достар, комментарий жазыңдаршы, мен почему-то гномик туралы еш нәрседен оқыған жоқпын. Так, ары қарай кеттік. Кәдімгі мойным ауырып кетті. Ақан қалай ойнайды, мынаны баса алмай ма құрсын? Саусақ деген ауырып кетті ғой, жүре бер. Қанша уақыт ойнау керек мынандай күшті ойын ғой, енді бірақ күшті ойын маған ұнады. Егер мен бірінші раундты өтсем, достар, лайк 5000 лайк болса, мына видеоның астында екінші раунд сіздермен бірге өтетін боламын тағы да. Поэтому міндетті түрде видеоны таратыңдар достарына. И лайкты қазір жазып, лайк басып, комментарияны көп жазыңдар. Молодец, Гота, алға, шестая, молодец деп комментарий жазың. Тағы ойнаңыз деп. Ойнап береміз, неке, светті ашып атырмын, терезе ашып атырмын, немше. Танатты тұрыңдар деп, достарым. Қайдасыңдар? Интересно, ана мясоделдарды көргім келіп тұр түрлері. Страшно ма, реально, или жоқ па? Ана күзетшінің қолы ұзын екенін білемін әйтеуір. Не үшін аштым да, не үшін кетіп қалдым? Не үшін жабылдым? Енді түсіндім, достар. Чтобы маған жол көрсетті. Светпен жүре беріп тоже опасно құлап қалуы мүмкін. Понимаете, да, достар, бұл не үшін қолына ұстап алған? Потому что бұл жерде свет болмаса, сен туннельге түсіп кетесің да, и қайтып чекап болып бастайды екенсің. Қай жерінде құладым сол жерден. Қайтып светті ашып, қазір қалай жүру керегін қараймын. Давай, шестая, сенің күшің көп. Давай, жүгіреміз қазір. Достар, тағы да қайталап өтем. Мына ойынды мен сендер үшін және Ақан үшін ойнап жатырмын. Сонда дәл қазір жай қарап отырмай, бірінші лайк басылғандар, міндетті түрде лайк басыңдар қазір. Прям қазір бастың ба, комментарий жаз. Мен басып кеттім, бота, апай, мен бастым деп, прям қазір комментарий жаз келіңдер. Лайк, и міндетті түрде тіркеліңдер. И если что, группалар, достарым бар ғой, по-любому, соларға жіберіңдер. Міне күшті видео көрдім, қандай күшті обзор түсіріп жатырмын, апай, вау, супер деп лайк басып комментарий жазыңдар. Так, мынандай тышқанның ұясы сияқты бір жерден кіріп шықтырған. Кеттік аларға достар. Лайк бастың ба, досым? Не сенен сұрап тұрмын, достар? Лайк бастыңдар ма? Что-то естілмей тұрсыңдар, комментариядан оқиын ғой мен. Ең күшті комментарияға лайк басаң, кстати, достар. Күшті лайк и комментарий. И тіркеліп алыңдар. Кстати, скоро бізде серебряный кнопка келеді. Соның распаковкасын жасайтын боламыз. Так что оны тоже жіберіп алыңдар. Басқа да видеоларымыз қарап шығыңдар, достар. Скоро тоже күшті дубайский шоколад туралы видеолар түсіретін боламыз. Екінші часть тағы да болсын деп тоже комментарий жазыңдар. Ой, мя, тоқ соқты. Қайтып бастаймыз қазір. Ой, Құдай, қай жерден бастап жатырмын? Мына қай жер? Унитаз жақ па не? Жоқ. Представляете, какой-то кухняға келіп қалдым. Жоқ, сол жер екен. Неге секіріп кеткен? Так, есікті жабамыз. Ух ты, туалетный бумага болайын. Сондықтан, достар, соқпасын деп мен өшірдім. Мінеки, ми деген сондай болу керек. Сендер сияқты ғой, кішкене. Кеттік ары қарай. Есік ашылды. Так, светімізді жағып. Мына жақ бір бөлме сияқты. Кәдімгідей бір качелялар тұр ғой. Байырғы заманский үйлер ғой мынау. Бұл детский комната. Мен достар, детский комната. Главное, басын бастаған жоқпыз. Главное, бізді күзетші ұстап алған жоқ. Главное, местный ұстаған жоқ. Так что, достар, лайк басып отырыңдаршы, пожалуйста. Это очень важно маған. Просто так ойнамай. Сендер үшін ойнап жатырмық қой. Жүреміз. Мына қараңдар, коридор қандай қорқынышты. Дисктер көп екен. Ойықтар тұр екен.
Ну есіктер өте көп бір гостиница болып кетті ме, не болып кетті? Бота, давай деп па? Давайте, достар деп секіріп. Ух ты, мына неменелер, мына страшный кішкентай адам болып тұрған. Ё-моё, перейти назад дейді. Молодец. Для первого новичка, как мен, это супер, достар. Я хорошо прохожу, да? Жазып жіберіңдерші комментарий. Күшті өтіп жатсыз сіз. Вообще крутая бота апай деп. Сосын комментарий жазып жіберіңдер, достар, қандай ойындар сендерге ұнайды ютубта қараған. Самый топовый ойындарды жазыңдар. И сол ойындарды ойнауға мен уәде етемін. Егер де реально топчик ойындар болса. Просто так. Марио ойнап жіберейін бе десең. Марионы на изи ойнаймын ғой мен. Так, кеттік достар, мына біреудің бөлмесі доп жатыр, значит бұл кішкентай бала. Мені көріп қалған жоқ па? Мені көріп қалды достар. Мен кроватта сатылай, намырады, мынағын бірліктік қорқып жатыр. Тұрып қалсам бітті ғой. Қараңдар, көкөңір жатыр, көрсеге. Охранник мені көрген жоқ. Молодец, мен арқам ұрып кетті ғой. Деп ұрып қояқ арқамда кеттік арқам. Так. Охранниктен қаштық па? Охранник, давай пока-пока, пока-сики. Деп мынандай туннелін түсіп кетейік. Өзімізше жүріп барамыз, свечкамызды қосып алып, охранникке пока-сики деп қаштық қой примерно. Спасибо тебе, охранник. Көрмеген үшін. Достар, сендер де қорқып кеттіңдер ма, когда охранник маме неожиданно қараңда крысалар жүр ғой кәдімгідей. Ойбай, бізді крысамен не удивишь, айналайындар, білеміз біз крысамен екенін атақта. Так что мен шамалы шаршадым қазір. Ойбай, крысаны қараңыздар. Так. Достар, дәл қазір видеоға бізге тіркеліп, лайк басуға ұмытпаңыз. Міндетті түрде комментарияға жазыңдар. Ең күшті, ең қызықты комментарияға мен міндетті түрде лайк басып, ответ жазамын. Мен всегда комментарияларды оқимын. Комментариялар не жазылып тұр, не жасаңыз, қандай видео түсіріңіз деген барлығын қараймын. Так, достар, кеттік. Мына жерде бір бала отыр ма не? Анау кім? Мясник па не? Күзетші тамақшы отыр. Мен көп қамыз. Деп өзінше ақырын сөйлеп кеткен сол ғой. Как будто сол күзетші мені еститіндей. Мен вообще-то мына жерде отырмын ғой. Просто шестаяны аяп тұрмын да мен. Мен-то мындамын, үйдемін. Бірақ басынан бастаған деймін. Егер де мені охранник ұстап алса, достар, не болады? Иә, дұрыс. Мен қайтадан бастаймын. Яғни ол мені қайтып қамап тастайды бөлмеме. Қайтадан бастайтын ол жоқ, все, күшім жоқ, мен айналайындар. Так, көтерілеміз. Давай, шестая, көмегіңді бер енді. Сен кішкене ақылды шығарсың енді. Сен бұны көп ойын. Біз енді бірінші рет ойнап тұрған соң кішкене қиналамыз енді. Бірақ мынау желтый плащын енді вообще топчик екен. Мынандай желтый плащтар әдемі көрмейді. Біздің Астанада жаңбырлы. Бұндай плащты киіп алыңыздар, достар, десене. Кеткарғыдай светті жағып алып, біз шестаямен ойнап келейік. Чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин деп охранядан. И уже екінші охранниктан қашып кеттік, так что маған аплодисменты, достар. Вообще-то мен екінші охранниктан қашып кеттім. Қайда? Комментарияларын жазып атсыңдар ма? Точно ма? Оқып отырыңдар. Бір-бірлерінің комментарияны оқып отырыңдар. Не кім жазды? Міндетті түрде тіркелеміз, достар. Барлық видеоларға лайк басып шығыңдар. Лайк, поделиться етіңдер, подписка жасаңдар. Скоро бізде серебряный кнопка келген кезде сол распаковкасын ең бірінші болып көруге ұмытпаңдар. Хорошо, достар? Так. Шестая мен бірге біз қазір үстіне көтерілеміз, өрмелеп.
кішкене өрмекші болып кеттік қой, человек болып деп спайдермен болып кеткен соң. Вай, шестая. Бір нәрсе іздеп жүрмін. Мен қазір нені өшіріп тастаймын, тоқты. Өйткені ана жерде тоқ қайтып өліп қалатын жағдайым жоқ, айналайындар. Қайтып бастайтын жағдайым жоқ, айналайындар. Так, мына жерден секіріп. Қайналып кететтік сізден, секіре беріп енді. Мына жерде шестая емес, мен шашып қалдым ғой, айналайындар. Так, достарым, видеоға лайк басып отырамыз. Егер де басқа видеолар көргіңіз келсе, дәл қазір дубайский шоколад, чипсімен салат деген күшті видеоларым бар, тренд. Және де тағы да күшті видео жақын арада салатын боламын. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Үстінше өзімше өрмелеп барайық. Человек болып бола берейік. Енді пока что человек болып. Шестая емес, человек болып кеткен соң мына жерде. Үстіне мініп, ең үстіне 10-этажный үйге кіріп кетеміз. Мен өзімше бір бөлмелі, бір этажды үй ма десем, бұл вообще бір қанша метрлі үй құрсын. Күші бітіп қалды енді. Шестая. Давай. Ой. Мен алмай қалдық бүгін. Ой, арқам алып кетті. Достар қалай ойнайтын ақан мый шалқай. Мен шашып кетесің ғой мына ойны. Бірақ сендер үшін, достар, сендер үшін. Мен сендер үшін ойнап отырмын. Сендер жақсы көрем ғой, мен подписчиктер. Ағаны жақсы көрем, сендер жақсы көрем. Сол үшін лайк басып кетіңдер енді. Мен жақсы көрсеңдер, лайк басып. Видео ұнаса, лайк басып. Тағы да түсіре беріңізші десеңіздер, лайк басып. 5000 лайк болса, міндетті түрде екінші бөлімін түсіретін боламын. Чисто сендер үшін ғой достар. Мен молодеспін деп айтайын десем, шестая ғой молодец. Просто управляю. Шестая көмектесейін енді. Үйіне барсын, үйіне бармаған папасы құшақтап, кішкене үйде ғой нешеде жасы нешеде деп ойлайсыңдар. Просто ол мир андай үлкен мирлардың ішінде ғой. Қараңыздаршы қандай мен бірге өтіп секіріп, человек болып болады екен секірмейік. Человек болып секіріп істейік. Мына жақта бізде сейфтар тұр екен. Документы дейді. Так, мына тоқ болып тұр. Қазір мен тоқты өшіруім керек. Ол үшін мен үстіне мінемін қазір. Это очень қиын екен. Конечно, аяқтарым короткий. Бойым вообще-то 30 сантиметр болып тұрмын, мына қиын ғой, мына шестая секундіне кішкене бой метр айналайындар. Ойынды қызық екен, көп кішкентай баланы дәу страшный жерге апарып тастаған. Хотя бы үлкен кісі болмай ма, немене десеңді ойнап айтамын достар. Күшті ойын. Специально істемейді ғой. Егер де бұның бойы ұзын болса, онда ол тез өтіп, сөндірдім. Кәдімгідей просто так өтіп кетушеді. Поэтому, достар, бұл жерде бәрі үлкен, шестая кішкентай. Поэтому қиын болсын деп, қызықты болсын деп, бойы кішкентай қылдырып тастаған. Лилипутик десең, я? Өкінішті, я? Анау гномиктар болсын, я? Көзім көрмейді, достар, кім анау жүгіріп жүрген? Сол гномиктарды вообще мен қорқам. Как будто мен итеп тастайтын сияқты қайтып баста бар деп. Айналайын, гномик, жүгірмей қойшы қата. Мына жерде құлап қалсам бітті. Қорқынышты ғой мына жер. Ай, давай. Ай, бітімге құладым. Достар, мен қайтадан бастайын деп отыр. Это что за издевательство? Айғайлап тұрып жылайын десем, үйде ақан ұйықтап отыр, балалар ұйықтап отыр. Так что мен, достар, эмоциямды өз-өзімде қалдыруым керек. Ой, пиявкаларына. Ай, достар, мен қандай көріңдер ма? Бірінші турда пиявкалар құлайды екен. Жоқ жерден құлап отыр, ол кәдімгідей. Достар, уже походу мен
шықтым, моющий средствоның арасына кіріп кеттім. Бұл жер екен, мені көріп қалмау керек, мен тығыламын. Қазір моющий средство келеді, соның артынан тығыла қаламыз, иә, солай ма? Иә, әрине солай. Давай, моющий средство. Спокойно, асықпа, шестая, асықпа. Достар, видео егер де сендерге ұнаса, міндетті түрде лайк басыңдар, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңдар. Егер де осы видеоның екінші раундын, яғни екінші часть тағы да ойнаңыз десеңдер, міндетті түрде лайк басуға ұмытпаңыздар, достар. Так. Давай, шестая секунд. Молодец. Бұл қол емес. Егер де сендерге бұл видео ұнаса, достар, міндетті түрде лайк басамыз. Дәл қазір жай кетіп, жай қарамай, өзінің сол теп-тегін тұрған лайкыңды басып кет. Сонымен, достар, мінекей бірінші турды мен өттім. Ал, достар, егер де бұл видео сендерге ұнады, маған бұл ойын ұнады. Және де міндетті түрде тіркеліңіздер. Біздің келесі видео серебряный кнопка келеді, сол видеоның распаковкасын түсіреміз. Әлде көптеген қызықты видеолар болатын болады. Бәріне пока-пока!